Торғай халq ертегісі. Шал ат. Айтуларына көре, әр ауылдың өз биі болған екен. Олар айлақ залымлықта тұрғандар. Бірі-бірлерін көріп намағандар. Шапқынлық еткенler тоқтамастан соғысқандар. Бұл зат әр заман ат үстінде болуда талаплаған. Атлар десең өз кезуінде оларды көп ерлерге әкеткенер, көп қаза балелерден құтқарғандар. Сол себеплі де билер бұл айванларды бек сүйгеннер, бек де сыйлағанлар. Сөйтіп Малик деген бір би кезулі шапқынлықтан йортына басын алып тек арам бір елғанда, Зекерия деген жылқышысына шақырып айтқан. Мына шалатты сен жақшы етіп қара, деген ол. Егер ол өлген деп айтып келсең, қылыш менен, бас сенен, деген ол. Ой басып яс атты әкетіп йылқыға қосады. Айырым ем беріп қарайды, таза су ішіртеді. Сол кебінде бір елма, екі елма озады, бұл жал заманын өзі біле болар. Тек бір күнлерін бірісінде шал ат өледі. Бұл зат үшін Зекерия айлақ бек қайғырады, қан жұтады. Оның ақында биге қалай білдірегін білмейді. Мұна іс ауылдың Қамыш деген зегінлі қартына етеді. Ол сосы хабарды биге білдіруді мойнына алады. Қалай айтар екен деп сау ямағат құлақ салып тұрады. Ақсақал биге келеді де, иеліп салам береді де, айтады. Мен саға, бек суық хабар алып келгемен, дейді ол. Айт, қайдайды, деп Малик қызықсынады. Шал ат ятты, тартылып қатты, аяқлары терейді, құлақлары серейді, дейді қарт. Ең сөнмегір, онда несі өлген деп айттаға, деген ол. Зекерия завалады, сөйтіп досы өзінің тапқырлығымен өлімнен тек аран құтқарады.